Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жалғастырамыз. Бүгінгі 14 сабағымыздың тақырыбы U әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта U әрпінің жазылу емлесін, сонымен қатар түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренетін боламыз. 56-шы жаттығуда ұлан газетінен алынған мәтін берілген. Мәтінді түсініп оқиық. Содан кейін түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарайтын боламыз. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Мәтінге қатысты тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің мазмұнын айт. Балалар құрылыс басына барады. Ол жерде құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр екен. Құрылыс өте қызу жүріп жатыр. Балалар құрылысшыларға көмектеседі. Мінекей оқушылар, мәтіннің қысқаша мазмұны осындай болады. Келесі тапсырма: мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз дейді. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер олар Юра, Юля, қою деген сөздер. Енді осы сөздерді дәптерімізге әдемілеп, көркем етіп жазып аламыз. Келесі: жазған сөздеріңнің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Бізде U әріпі жазылғанмен айтылу кезінде IU әріпі айтылады. Төмендегі ережені есімізге сақтап алайық. Сөзде IU дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына U әріпі жазылады. Мысалы, аю, көркею деген сөздер. Демек, жазылу кезінде U әріпі жазылғанмен айтылу кезінде, дыбыс салу кезінде IU дыбыстары естіледі екен. Жалғастырамыз. 57-ші жаттығуда сөздер берілген, сол сөздерді оқиық. Олардағы дыбыстар мен әріптерді санауымыз қажет. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Бізде берілген сөздер көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю деген сөздер берілген. Үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жасауымыз қажет. Бізде көбею деген сөзге дыбыстық талдау жасалынған. К дыбысы дауыссыз, Ö дыбысы дауысты, Б дыбысы дауыссыз, Е дыбысы дауысты, Ю дыбысы IU әріптермен естіледі. И дауыссыз дыбыс, У дауысты дыбыс. Бұл жерде көбею дегенде 5 әріп болғанмен 6 дыбыс бар. Себебі U әріпі жазылған кезде бір әріппен жазылып, дыбысталу кезінде IU әріптермен дыбысталынады. Сол себептен 6 дыбыс естіледі. Келесі сөзіміз молаю. М дауыссыз, О дауысты, Л дауыссыз, А дауысты. U әріпі 2 дыбысты береді. И дауыссыз, У дауысты. Демек, молаю деген сөзде 5 әріп, 6 дыбыс бар. Келесі сөзіміз үлкею. Ö дауысты, Л дауыссыз, К дауыссыз, Е дауысты. U әріпі 2 дыбысты береді. И дауыссыз, У дауысты. Үлкею деген сөзде 5 әріп, 6 дыбыс бар. Есею. Е әріпі дауысты, С әріпі дауыссыз, Е әріпі дауысты. U әріпі 2 дыбысты береді. И дауыссыз, У дауысты. Есею деген сөзде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Келесі сөз сарғаю. С әріпі дауыссыз, А әріпі дауысты, Р әріпі дауыссыз, Ғ әріпі дауыссыз, А әріпі дауысты. U әріпі 2 дыбысты береді. И дауыссыз, У дауысты. Сарғаю деген сөзде 6 әріп, 7 дыбыс бар. Шығармашылық үзіліс. 58-ші жаттығу: көп нүктені орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз. Ормандағы аю, ойы балға тою. Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың? Аю балды тәтті болғандықтан ұнатады. Аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айт. Аю, қою,
Тою сөздеріндегі ю әріпі и және у дыбыстарынан құралған. Жалғастырамыз. 59-шы жаттығу. Оқы. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Тақырыбы аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол аюдың апанына барып, оған сұрақ қойды. Аю, аю, сен қалай қыс бойы ашықпай ұйқыда бола бересің деді. Аю асықпай орнынан қозғалып, бұлай деді. Менің ашықпауымның себебі жаз бойы жеген азығымды терімнің астына май етіп жинаймын. Сосын оны қыс бойы қорек етемін де ұйықтай беремін. Сол себепті қарным ашпай терең ұйқыда боламын. Мінекей оқушылар, қасқыр мен аю туралы әңгімені сұрақтарға жауап бере отырып осылайынан жазуға болады. Және өздеріңіздің ойларыңызды қосатын болсаңыздар, толықтырып әрі қарай жазуларыңызға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.